Сәлеметсіздер ме, құрметті тауыш көбегілері. 2026 жыл ақпан айы тауыш көбегілерін не күтеді? Қандай жаңалықтар, қандай маңызды жағдайлар, қандай маңызды кеңес, атмосфера, маңызды кеңестер қарап көретін боламыз. Тауыш көбегілері 2026 жыл ақпан айы. Әлсіздіктен қашу сияқты маңызды жағдайлар тауыш көбегілерінде бір мәселеде. Бір кезеңдерді өзіңізді қинайтын, өзіңізге қиындық туындататын адамдар, әрекеттер бір кезеңнен шығуды қалайды, тоқтатуды қалайды бір жағдайға. Бұрынғыдай болмайды, яғни өздерін қинап, өздеріне осалдықтар тоқтатады деп айтуға да болады. Жалпы жағдайда дұрыс таңдау жасау, бір адамның бір әсері сізге бір толықтай көзқарасыңызға өзгеріс алып келуі мүмкін. Бір адамдардың әсері бір кезеңі өз мүддеңізді қорғауға мүмкіндік болады. Бір күштеуден, әрекеттерден, тәуелділіктерден шығуға мүмкіндік болады. Жалпы бір адамдардан бір әрекет немесе бір қинайтын сезімдерден, бір мәжбүрлейтін әрекеттерден, тіпті өзіңізге бір ыңғайсыздық туындататын позициядан еркіндікке ауысу мүмкіндігі бір жағдайға жаба салу, өзіңізге бір жақсы тарапын ойлау, өз-өзіңізге бір қиындық туындатпай, бір мәселені ушықтырмай шығу әрекетін жасайтындарын айтады. Тағы да тауыш көбегілері 2026 жылы ақпан айында атмосфера кезеңінде өте жақсы, өте күшті атмосфера кезеңі, белсенді, жақсы әрекет. Кейде сіздің шешімдеріңіз, әрекеттеріңіз сізге байланысты болмауы мүмкін, жалпы сыртқы әсерге байланысты болуы мүмкін, бірақ кейбір жағдайларда бұл жерде бір өткен шақтағы адамдар, бір кезең, бір ыңғайсыз ситуациялар тағы да қайталануы мүмкін, немесе бір шешілмей жатқан мәселені тағы да реттеуге тура келеді. Бұл жерде қолыңыздан келетін айтады. Бір мәселені бір қателікті қайталамайтындай нүкте қоюға мүмкіндік. Өте жақсы атмосфера әрекеттерінде жалпы сенімділік жоғары, қолға алу мәселені, шаруалардың барлығын шешу мүмкіндігі. Кейде бұл жерде де сіз өз дегеніңізді алға қоясыз және біраз айналамен жанжалдасып, араздасып қалу қаупі жоғары сияқты. Өйткені сіз ешкімді емес, өз әрекетіңізді таңдайсыз. Өзіңізді таңдау жалпы. Өз-өзіңізді таңдауға тура келеді. Айналаны, адамдарды, біреудің көңілін, әрекеттері, жұмсақтықтардан шығу деген сияқты бір әлсіздіктен шығу деп айтуға да болады. Тағы да жалпы тауыш көбегілері, жалпы ақпан айы қарым-қатынас сұрақтары, қарым-қатынастарда біраз мәселелер тыныштыққа ауысады, жақсы тарапқа қарап өзгерістер енгізіледі. Адамдар өздерінің қиын позицияларымен адамдардың бір-бірін мазасынамайды. Барынша дұрыс әрекет жасауға, барынша тұрақтандыруға, жалпы қиындық әрекетіне алып бармау үшін, деңгей төмендеп кетпеу үшін, қарым-қатынаста сапасын жақсарту үшін барынша атсалысатын адамдар бар. Және барынша өздерін кейде құрбандыққа беруі мүмкін. Тауыш көбегілері мысалға қарым-қатынасқа сондай да бір әрекеттер бар сияқты. Тағы да жалпы ақпан айында финанс, ақша сұрақтары. Финанс, ақша сұрақтарында жалпы өте жақсы, бірнеше жерден табыс көзі жинау, ақшаны үнемдеу, бір маңызды шешім жасап бір жағдайда өзгеріс болады ақшаға деген. Бұрынғыдай болмайды, яғни үнемдеп ақшаны айналадан, адамдардан, жақындарыңыздан ақша позицияңызды жасыруыңыз мүмкін. Жоспарыңызды, әрекеттеріңізді барынша көрсетпей, үнемдеп өзіңіздің тыныш қалуды сақтап, бар ақшаңызға сенімділігіңізді ояту,
ары қарай жинау ақшаны өте жақсы. Бұл жерде шығындар, әрекеттер, бір қарыз бөліктерін жабу мүмкіндігі болады. Жолға шығуға, білім алуға, өзгертуге ақша әрекетінде бір тығырықтан шығуға мүмкіндік болады жалпы. Бұл жерде көбірек бұрынғыдай бір аса қатты бір қалауларыңызды тоқтатып бас тартуға тура келеді шығындардан ақша кезеңінде. Өте жақсы. Бұл жерде тауышқа белгілері ақпан айында. Және жұмыс барысы, бұл жерде жұмыс әрекеті тауышқа белгілерінде өте тұрақты, барынша мықты. Ұнайды жұмыс барысы жалпы. Ақпан айының соңына қарап ұнап кетеді адамға, бірақ алғашқы әрекеттерінде әрине өзгеріс жасауға, өзгертуге, жұмысты ауыстыруға ниеттерін көріп тұрған жоқпын. Пока что тауышқа белгілері тек күту, дайындалу. Бір барынша жұмыстың қандай да бір жағдай сізге ұнамай жатқан болса да, барынша позитив тұстарын мән беру. Мүмкін ақпан айының соңына қарап клиенттер ерекше бір өзгерістер орнатып айтады мүмкін. Жұмыс әрекеті ұнай бастайды ақпанның соңында. Бірақ қазіргі сәтте алғашқы кезеңде барынша ойлану, барынша талдау, жұмысқа деген дұрыс баға беру, барынша сабырлық. Ұжымда да ешқандай мәселе туындамайды. Жалпы ұжымда тауышқа белгілерінде көбінде өзіңізді таңдау болғанымен кейде айналаға барынша күшті көрсетуге тырысатын сияқтысыз. Яғни бір бетперде ретінде көрсетпеуге, өзіңізге жақындатпауға ешкімді, адамдарды барлық нәрсеңізді құпия ретте сақтауға, іштей сақтауға, ешкімге араластырмауға барынша бар позицияң. Өйткені аса қатты бір өзгерістерден қорқады. Яғни болжап болмайтын өзгерістерден қорқады тауышқа белгілері, өйткені барлығы қадағалауда болу керек. Сондықтан любой позицияда өздерінің бір наразышылықтарын, әрекеттерін көрсетпейді. Барынша жылы жабуға, күресуге, тағдырды барынша тікелей қабылдап, барынша әрекет жасауға тырысатындарын айтады. Сондықтан ешқандай бір шытырман оқиғалар, қиындықтар, түсініспеушіліктер туындамайды. Барынша жауапкершіліктерін мойындарына алады, ересек көзқарастар танытады, үнемі бір яғни бұл жерде тәуекелді әрекеттер жоқ, барынша бір бірақ осы кезең үнемі қайталанады деген заң жоқ. Ақпан айының соңында уже кезеңдерді уже тоқтатулары да мүмкін. Яғни кейбір әрекеттер ұнамай жатса, резко деңгейді ауыстыруға тырысулары да мүмкін тауышқа белгілерінде. Сондықтан бұл жерде бірдей тұрақты деп айтуға да келмейді. Өте оңды жалпы, өте мықты, артық сынақтарсыз, әрекеттерсіз, барынша дұрыс бағытта баға беру, барынша көну, мойынсыну, бірақ бір шешімге келу әрекеті де бар. Сонымен қатар талдау жүру. Сондықтан өте оңды екенін көрсетеді. Рахмет назарыңызға, сау болыңыздар.